Сәлем достар, Elementary деңгейінің 3-ші сабағы және бізде бүгінгі тақырып ол possessive adjectives және possessives. Бірінші possessive adjectivesқа тоқталайық, ол дегеніміз не? Оны used to show possession or ownership in a sentence, they indicate to whom or to what something belongs. Яғни сөйлемде кімге ненің тиесілі екенін көрсету үшін қолданамыз. Оның түрлері my, your, his, her, its, our және де their. Қазір әрқайсысына біртіндеп тоқталып шығайық. My. This is used to show possession by the speaker. Яғни сөйлеп тұрған адамның өзіне ненің тиесілі екенін көрсету үшін айтамыз. Мысалы, This is my car. Мынау менің көлігім. Тағы бір мысал, My house is big. Менің үйім үлкен. Окей, келесі, your. This is used to show possession by the person or people being addressed. Яғни, сөйлеп тұрған адамға ненің тиесілі екенін айту үшін қолданамыз, иә? Сенің, сендердің, сіздің, сіздердің деген мағынада. Is this your book? Мынау сіздің кітабыңыз ба? Тағы бір мысал. What's your name? Сіздің есіміңіз кім? Okay, next. His. This is used to show possession by a male person. Бір ғана ер кісіге, ер адамға тиесілі нәрсені айту үшін қолданамыз. Мысалы, That's his jacket. Анау оның курткасы, я? То есть, оның именно ер адамға. Тағы бір мысал. His dog is very big. Оның иті өте үлкен. Келесі, her. This is used to show possession by a female person. Яғни, әйел кісіге, әйел адамға тиесілі екен көрсету үшін қолданамыз, бір адам. Мысалы, Her cat is adorable. Оның мысығы сүйкімді. Окей, келесі, its. This is used to show possession by a non-human, non-gender specific entity. Яғни бұны адамға емес, немесе жынысқа тәуелді емес нәрсеге тиесілі екенін көрсету үшін қолданамыз. Мысалы, The tree lost its leaves. Ағаш өзінің жапырақтарын жоғалтты. Тағы бір мысал. The computer has its own power source. Компьютердің өзінің қуат көзі бар. Окей, келесі бізде our. This is used to show possession by a group of people that includes the speaker. Яғни, бір топ адамдарға тиесілі нәрсені айту үшін, және оның ішінде айтып тұрған, сөйлеп тұрған адамның өзі де кіреді, я? Біздің деген сөз, біздің. Мысалы, Our school is closed today. Біздің мектеп бүгін жабық. Келесі, their. Used to show possession by a group of people who are not the speaker or the person being addressed. Яғни бұл жерде бір топ адамға тиесілі нәрсені көрсетеді, бірақ бұның ішінде сөйлеп тұрған адамның немесе меңзеп тұрған адам кірмейді. Мысалы, Their dog is barking loudly. Олардың иті қатты үреді. Окей, енді келесі бізде possessives. Possessives дегеніміз не? Олар бізде single және plural болып бөлінеді. Single possessives. Оны әрине апострофпен қолданамыз. Апостроф және одан кейін s жалғаймыз. Оны to show possession for single nouns. То есть, жеке зат есімдерге тиесілі нәрсені көрсету үшін қолданамыз. Апостроф және де s дедік. Мысалға, иттің сүйегі. Бұл жақта қазақ тілінде ол бізде тың, дың, тың деген сияқты жалғаулар жалғанады. Ағылшын тілінде бізде жаңағы апостроф және s жалғанады. Иттің сүйегі, ағылшын тілінде the dog's bone. Я, dogs. Көріп тұрмыз, dog бізде ит, тың деген жалғау, ағылшын тілінде апостроф және де s болып тұр. Келесі тағы бір мысал. Sarah's car. Сараның машинасы. Яғни Сара деген сөзден кейін апостроф және де s. Сараның машинасы. Ның деген жалғауды беріп тұр.
Тағы бір мысал. The company's CEO. Компанияның бас директоры. Company деген компания, және де апостроф S. Компанияның. Окей, енді plural. Көпше түрде бұл бізде екіге бөлінеді. Апостроф және де S жалғайсыз, егер көпше түрдегі сөз S-қа бітпеген болса. Өзіміз білеміз, зат есімдер егер көпше түрде айтылса, көп жағдайда S-пен аяқталады. Ондай жағдайда біз жай ғана апостроф қоямыз да, ешқандай S жалғамаймыз. Мысал келтірейін. The dog's colors. Бұл жерде dogs деген иттер көпше түрде, енді иттердің деп айту үшін біз жай ғана апостроф қойып тұрмыз. The dog's colors. Иттердің жағалары. Орысша айтқанда ошейник. Тағы бір мысал. The children's toys. Енді мұнда қараңыз. Children деген балалар көпше түрде. Ешқандай S-қа аяқталып тұрған жоқ. Сондықтан бұл жерде апострофтан кейін S жалғаймыз. The children's toys. Балалардың ойыншықтары көпше түрде. Тағы бір мысал келтірейік. The employees' desks. Қызметкерлердің жұмыс үстелдері. Бұл жерде S-қа бітіп тұр, сондықтан жай ғана апостроф қойып тұрмыз. Окей, түсінікті. Енді кімнің деген сұрақ қою арқылы кімге ненің тиесілі екенін сұрау үшін біз жай ғана whose деген сөзбен бастаймыз. Whose деген кімнің деген сөз. Кімнің. Мысалы, whose book is this? Бұл кімнің кітабы, мынау кімнің кітабы. Бұған possessive adjectives немесе possessiveспен де жауап бере аламыз. Мысалға, it's my book. Бұл менің кітабым, Немесе бұл Алинаның кітабы деп айтатын болсам, it's Alina's book. То есть екі жағдайда да мағынасына қарай өзіңіз қалай айтқыңыз келеді, солай қолдана беруге болады. Тағы бір мысал келтірейік. Whose idea was it to have a party? Сауық кешін ұйымдастыру кімнің идеясы болды? It was his idea. Бұл оның идеясы болды. Немесе it was my sister's idea. Бұл менің әпкемнің идеясы болды. Окей, guys, сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Бізде осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.